Ырым-жырым, ырың-жырың. Сіңлім бүгін үйге тағы жылап келді. Қайынәпкесінің ұялы телефоны арқылы жіберген хабарламасын ашып оқытқанда денем дір ете қалды. Сұмдық-ай. Енді өмір бойы бұл сөз сіңлімнің артынан ерер ме екен деген үрей бір мезет санамды шарпып өтті. Рас, оның білместігі болды. Әйтпесе, алдын ала бізбен ақылдасса, бұлай болмаса анық. Бәрін ретімен баяндайын. Шешеміз өмірден ерте озды. Біз, 5 қыз бірімізді бәріміз сүйреп өсірдік. Бой жеттік. Оқуымызды оқып, қызмет етіп, алдымыз бір үйдің түтінін түтетіп отырмыз. Артымызда еркетотай сіңліміз ғана тұрмысқа шықпай, біраз жүріп қалды. Шешеміздің мейірімін көре алмады дедік пе, бәріміз оның асты-үстіне түсіп өбектейтін біз. Әкеміз де біздің көңілімізге қарады ма, екінші рет үйленуді жөн санамады. Ол сол жалғыз ағамыздың қолында ауылда тұрып жатты. Ағам мен жеңгемді көп мазалай бермей, қалада жүрген бесеуіміз бірігіп кеп жібергенде жұмылған жұдырықтай едік. Ұзату тойларымызды да өзіміз атқардық десем артық айтқандық емес еді. Менің өзім әпкелік қамқорлығымды аямай, қолымда барыммен бөлісуді, ақылымды айтуды борышымды деп санадым. Бағыма қарай жан-жарым жақсы адам болып жолығып, менің сіңлілеріме көмектескеніме еш қарсылық танытпайтын. Не керек, енді осы кеші сіңлімді құтты орнына қондырсақ деп күткенбіз. Аңғалда ақкөңіл сіңлім өзінің теңін тауып, тұрмысқа шығамын дегенде қатты қуандық. Ақылдасып, оның да қашып кеткенін жөн көрмей, құда түсіп келгені жөн болар деп шешті. Сол ұсынысымызды қыз арқылы құдалар жағына жеткізгенбіз. Сөйтсек, жігіт жақ, оңтүстіктің салтымен бір жола түсіп келеміз, ары-бері жүруге жол алшақ деп бітпейтін қазақтың ырымдарын дайындап әкелуге кірісіп кетіпті. Содан не керек, бәрі бітіп, киіт кигізуге келгенде құдалар жақтың, яки біз жақтағы туыстардың санын белуге бекінбей ме? Қанша бауырың бар, өлшемдері қандай, кемге не берсек болады деп анасы біздің сіңлімізден тезім сұратыпты. Сіңлім болса, оның байыбына барып жатпастан, әкемізден бастап, өзі танитын барлық туысымыздың аты жөнін тізіп жазып берген ғой. Бас аяғы 30-ға жуық адамның тізімін көрген құдағиымыз, қара жер хабар бермесін, мынанша адамға киітті қайдан табамын деп шошып түскен сыңайлы. Отбасында біраз шатақ шығып, ақыры мал қораға барып асылып қалыпты. Бұны біз кейіннен есеттік қой. Ол кезде, аяқасынан келген ажалға дауа бар ма деп тойды кейінге қалдырғанын ғана біліп, шарасыздық танытқан едік. Сол екі ортада сіңлім мен болашақ күйеу балам заңды түрде некелерін қиып үлгеріпті. Бұл да олардың білместіктері болса керек. Әлде бір болуға қарсы шығатындардың боларын сезді ме екен. Бірақ сол үйдің босағасын аттағалы бері менің сіңлімнің көрмегені жоқ. Қайын жұртынан еститіні тек кінәлау мен қарғыс. Анамызды сен өлтірдің деп қайынәпкелері тепті жақтырмайды. Қайынсіңлілері де қырғиқабақ танытып менсінбейді. Өз шешеңді жалмап келмей жатып, біздің де шешемізді ажалға айдадың деп қайнағалары да ішіп алса, бұлардың табалдырығының алдына келіп жылайды екен. Бұл сөздерді ести берген соң күйеу бала екеуінің де арасында салқындық пайда болған сыңайлы. Онысын бізге сездірмеген болады. Бірақ дүниеге әкелген баласы әлжуаз болып туылды. Дәрігерлер бір емес, бірнеше диагнозды қатар қойып есті шығарды. Ол аздай, сіңлімнің өзі де баласын емізуден қашып, қасына жоламайтынын дәрігерлер айтқанда психикалық күйзеліске түскенін сездім. Перзентханадан шығарар күні сіңлімді сәбиімен бірден өз үйіме алып келдім. Күйеу балаға қырқынан шыққан. Өзің алып кетесің деп ақылымды айтқан болдым. Сөйтіп, қаладағы білікті деген дәрігерлерге көрсеттік. Әдетте, қазақ есімдердің өзін саралап балаға ауыр тиеді деп жатады ғой. Қайынатасының Мұхаммед деп қойған есімін мен де сол ырымға сеніп ауыстырып тастадым. Содан ба, әрі дәрігердің қатаң бақылауда болған еменің әсері ме, сәбидің беті бері қарады. Енді сіңлімді баласымен үйіне жіберейін десем, барғысы жоқ. Менің балаға қарағым келмейді деп қарап тұр. Шақалақты қалай аман алып қаламыз деп жүріп, оның көңіл күйіне қарауды ұмытып кеткенімді сол кезде түсіндім. Ойлап қарасам, осы уақытқа дейін ол күніне 2-3 рет емізіп бергені болмаса, бауырына қысып құшырланбапты да ғой. Емшек сүтінің тартылғаны да содан екенін кейін бағамдадым. Ол кезде өзіміздің де есіміз шығып, қосымша тамақ алып беріп жүрді. Өзім жуындырамын, өзім жөргегін ауыстырамын, керін де өзім жуыппын.
Сіңлім сол сүлесоқ күйі. Енді оны психологқа қаратуға тура келді. Баланы көтеріп алып, үшеуміз күнде психологтың алдына барамыз. Сөйтіп жүріп оның да өмірге деген құлшынысын қайта ояттық. Қазір бәрі жақсы. Күйеу баламыз екеуі балалармен өздері бөлек шаңырақта тұрып жатыр. Десе де, оның басынан өткен жайт басқа да сіңлілеріме де сабақ болса екен деймін. Басқа шаңырақтың табалдырығын аттағанда ақылдылық танытыңдар деп жүретін болдым. Тұрмыс құрған соң балалықтың кешірілуі екі талай. Ырым-жырымдардың орындалуына араласа бермеңдер, ол үлкендердің ісі. Құдалық кәделердің орындалуын соларға тапсырыңдар деген ақылымды ақ босаға арқылы айтпақшы едім.